сопы зікірші деп айтқан кезде сіз күлдіңіз. Мен бұл форматқа түсе алмаймын. Ұстаздың қолын сүю керек, тақсырға табыну керек деген сияқты. Енді мен оны сізге айта алмаймын. Сіздің рухани ұстазыңыз неден қателесті? Оның неден қателескенін мен айтпаймын оны. Сіз неге айтпайсыз? Қап-қара, былғары куртка киген жігіттер. Қазақстанға қашан келесіз? Қазақтың көгі сол кезде болады. Қымбатты достар, әдеттегідей Talk-Like YouTube жобасы өздеріңізге кезекті сұхбатты ұсынбақ. Бүгін бізде енді көптен күткен қонағымыз сопы, зікірші, логотерапевт Санжар Керімбай ағамызға студиямызға қош келдіңіз. Жалпы біздің шақыртуымызды қабыл алып, ашық сұхбатқа келіскеніңізге алғысым шексіз. Жалпы ашық адамдарды жақсы көремін. Жақсы. Жаңа бағдарлама басында сізді таныстырған кезде сопы зікірші деп айтқан кезде сіз күлдіңіз. Осы екі сөз сізге жаға ма, жақпай ма? Маған жаға ма, жақпай ма, жалпы қоғам сені солай танып, ярлық дейді ғой? Иә. Сен сол ярлықты іліп қойғаннан кейін ол сөзден қашып, ақталып, мен ондай емеспін, мен негізі мынандаймын, мен зайырлы адаммын, мен бүйткенмін, мен сөйткенмін деп ақталу жақпайды. Мен анандай деп айтса, жарайды дейміз де қоямыз. Себебі енді сопы зікірші деген жалпы тарихта ондай бір не дейміз, имиджі нашар адамдарға қойылған зат емес қой. Иә. Уақытша біздің қоғамда бір сондай бір өкінішті көзқарас. Иә, сондай уақытша тұрған нәрсе. Ешқандай ақталмайсыз. Ақталмайды, мен не істеймін? Жақсы. Миллиондаған адамдарға бар, кім оны, мен ондай емес, мен мындай деп тұрады. Жақсы. Бәрін басынан бастағым келеді. Сіз сопылық жолға қай уақытта түстіңіз? Бәрі қалай басталды, қалай келдіңіз? Енді сопылық жол деген берді сәл артық айтылған әңгіме, ол сопылық жол деген классикалық сопылық деген болады. Ондай мектеп Қазақстанда жоқ та негізі. Қалыптасып үлгеруіне мүмкіндік те бермейді. Ол 30-шы жылдар, 36-шы жылдар талқандап тастаған бұны. Менің көргенім ол тек мен бір постта жаздым. Ол рухани бәлінсі деп қана айтылады. Мен ол жерде бір тарихын сол жерде мен жаздым. Оны тереңдеп керегі жоқ. Мен жай бір балзым некесін қиюға барған кезде сол кезде отырған біздің сол кезде рухани ұстаз. Бұл рухани бәлінсі, кел мен сені рухани ауруынан емдеймін. Бос сөз, бос әңгіме, бос күлкі, мына ойсыз өмір сүріп жатқан өміріңнен кішкене былай бір ойлы, мақсатты, мұратты жолға түсесің деп сол жерде оқытқан. Мен сол жерге өзім еркіммен барғам, оқысам оқиыншы, осы не қызығы бар екен бұның деп. Ол жерде мен бар жоқ 36 күн оқыдым. 36 күннен кейін жақсы, енді міне көңіл күйің көтеріліп, кішкене бетің реңің кіріп, сөзің түзеліп, адам болып қалдың, енді бара бер деп мені сол жерден шығып кеткем. Бірақ енді одан кейін мен қызығып, оны айында бір рет, 2 айда бір рет барып әңгімелесін тыңдап, сұхбаттасып отырдым ол жерде. Келесі жылы енді оны алаңсыз оқығым келді жалпы. Бірақ оны 1 жылдан кейін жауып тастапты, бітті соның шаруасы. Мен қайтып мен оны оқи алмадым. Ол жердегі ұстаз кім болды? Кім? Исматулла Қари деген кісі. Біз тақсыр дейміз. Санжар Керімбай ол кезде қанша жаста еді? 24. Зікір қай уақытта басталды? Мен оны білмеймін, мен келіп сол жердегі балдардан бұл қашаннан бері болып жатыр дегенде 1 жыл болды деді. Сонда 97 жыл болып тұр ғой. Жоқ. Санжар Керімбай зікірді 24 жаста бастады ғой? 24 жасында бірінші рет барып көріп тұрмын сол жерде. Сол жерде бастадыңыз? Иә, көріп таңғалғам, мынау не карамат деп. Бірақ сол сізге ұнады ма? Иә, ұнады, маған керемет ұнады. Әсіресе оның арасындағы айтылатын әңгімелері, нелері өте насихаттары тамаша оны. Мына бізде зікірдің арасында айтылатын насихаттардың бәрін пропаганда жасаған кезде ана ұстаздардың дауысын басып тастайды тағын үстінен наложение дейді ғой, өздерінің сөздерін сатырлап ұра береді, ол ондай, ол мұндай деп. Егер соның оригиналын таспаны алып, ұстаздың өзін сөйлеп отырған дауысын шығарып қоятын болса, онда сен де зікір салып кетесің ана қызыққан. Ей, Kurtuluş meyrimde Allah, o talkada oturan bağırlardı. Ben de senin cüleğin özünün marfatına karşıladım. Kandas bağırların seviyesini kasiyette onu topraklar kandas bağırlarına geçerim. Sana gördüm de. Ол жерде нелер айтылады? Енді Біз нені естімей жүрміз?
Ол жерде ұзақ әңгіме, ол жарты сағаттап 45 минуттап созылатын нәрсе. Енді кішкентай ғана қысқа ғана қайырған кезде мына жүректің түбінде Алла тағаланың адамға аманатқа берген мейірім махаббат деген заты бар. Соның бәрі көміліп шаң басып мына жердегі біздің дүниедегі айтыс тартыс рың-жырының астында қалды. Қазір мына Алла Асмаулла дейді, мына сіз мың бір түн сияқты ескі ертегілерді мына қарасаңыз, жаңағыдай бір оның қасиетті дұғасы болды, Асмаулланы оқыса былай болатын еді, солай болатын еді деп ертектерде көп кездеседі. Сол Асмаулла деген сол не деп түсінбейді, сөйтсек Исмолла Алла екен ғой, Алланың есімдері деген. Сол жерде Алланың есімдерін айтуды үйретеді жаңағы. Ла махбуба маужуда деген сияқты, Аллаху Аллаха иллалла деген сияқты. Соны айтқан кезде адам соны өзі жүрегімен сезу керек ана жерде. Егер сен өзің соның ішінде отырғанда сол хәлді басыңнан кешіп, соны сезбейтін болсаң, сенің физиологиялық денеңде бір өзгерістер жүріп жатпайтын болса, ол жерде ешкім де қалмайды, оны тұрып кетіп қалады. Оның қызық жері сол жерде. Сол Асмаулланың саған рухани жағынан әсері, рухани қырыңа, рухани қабатыңа тікелей әсер етіп тұрады. Сізде ол тікелей әсер ету болды? Иә, енді бірден сезінбейсің, бірінші әңгімесін тыңдайсың, ұнайды, күшті. Әйтпесе мен сұраған біріншіден не болады деп, зікір болады деп, аты біртүрлі естілді де маған, кірпі деген сияқты бір түрпі естіледі екен деп. Иә. Қатысқасын көресің ғой деп, қатысты, ұнады, бірден керемет. Ертеңіне 3-4 күннен кейін мен кәдімгідей қосылып алып, жария зікірді өте ықыласпен салатын болдым. Ағайын туыс, дос жаран. Иә. Қалай қабылдады? Дос жаран енді дұрыс қабылдай алмады, себебі оның алдында мен жаңағыдай КВН-дерге бір сценарий жазып, сайық-мазақ бірдеңелердің арасында жүрдім ғой. Енді олар мені сол жерден шығып келіп, мынандай бір салмақты әңгімелер айтқаннан кейін олар көтере алмады. Мынау не, сен молда болып кеттің ба, діншіл болып кеттің ба, ол баяғы құқығың жақсы еді ғой деген сияқты, бізге КВН-ге сценарий жазып бер деген сияқты. Мен олардың бәрінен әлбетте бас тартып, жасым 25-ке қарай кетіп бара жатыр, мен отырмайын деп. Ағайын туыс өте жақсы қабылдады. Себебі енді былай ағалардың бәрі оқыған, көз ашық адамдар, оның үстіне олардың бәрі тура сол кезде Карл Густав Юнгтың бір кіргізген термині бар, школа для 40-летних дейді. Иә. 40 жастағы адамдарға арналған оқу деген мағына береді. Яғни мысалы ертең сіздің де басыңыздан осы оқиға өтеді. Мына кәсіпті меңгеріп телевидениенің интервьюдің майын ішіп 40-қа келген кезде бұл жұмысты көзің жұмып тұрып жасайтын боласың. Содан енді ары қарай не істейміз енді, егер саған 80 жыл ғұмыр берген деп есептейтін болса дейді, онда қалған 40 жыл ғұмырыңды қалай өткізесің? Енді үйреншік нәрсемен кете бересің, жоқ әлде бір нәрсе бола ма деген. Сол кезде мына Карл Густав Юнгтың айтатыны ғой, жаңағыдай жасы 40-қа толған адамдарды енді өмірге қайттан бейімдеу дейді, мына рухани жағын реттеу деген мәселе. Себебі мына бізді көріп отырған адамдардың өздері де біледі, қазір жасы 40 пен 45-тің арасында келген мына жігіт ағалар бар ғой, семья ұстап отырған. Соның 90%-інде кризис болып жатады. Мына өмірден жалығып, миллиард ойнап, құрбосқа, сосын жаңағыдай мына сенбі-жексенбі күндері аң аулап кетіп қалады, балық аулап үйін тастап кетіп қалады, сондай нәрсе болады. Сол мен оқып келген кезде менің үлкен ағаларым 40-қа келіп, тура сол кезде не істерлерін білмейді, не алға жүрерін білмейді, не артқа жүрерін білмейді. Кәдімгі мынандай не дейді, фрустрация дейді ғой? Иә, сондай фрустрация. 40-тағы тоқырау. Иә, 40-тағы тоқырау жүріп жатқан. Сосын мен енді ол жерде маған тек қана азаннан кешке дейін зікір айтқыза бермейді. Бірақ күніге бір-ақ сағат айтасың ғой. Қалған уақыттың бәріне ол жерде хикмет, ілім, сыр сөздер дейді. Шәкәрім атамыздың, Абай атамыздың, сосын Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың сыр сөздерін үйретеді. Ол уақытының тәулігінің сол 24 сағат болса, соның 1-ақ сағат, 2-ақ сағат зікірге кетсе, қалған 12 сағат өмірде жаттайсың адамның бәрін. Қазақша жаттайсың оны жаттағанда, арабша емес. Туған туысқандар жақсы қабылдады, достар түсіне алмады. Олар бірақ достарым бәрі 40-қа келді ғой қазір енді. Олар қазір енді керемет түсінетін болды. Жақсы. Ендігі мәселе, мысалы, сол тақсырдың сіздердің тілдеріңізбен айтқан кезде сабағын алған, алдына барған, сол сопылық қатарға қосылатындарға қандай да бір талаптар, ережелер бекітілді ме? Бізбен бірге боласың, соңына дейін жүресің, біздің қатардан шығып кетсең осындай жаза болады, осындай қаза болады дегендей. Ондай болған жоқ. Мен мысалы 36 күннен кейін жақсы болып кеттің, енді үйіңе бара бер деді. Келінге сәлем айт деді. Жақсы дедім, шығып кетіп қалдым. Одан кейін мысалы 1-2 ай бармай жүре береді. Содан кейін мен Маңғыстауды, Батыс Қазақстанды 1-2 ай аралап қайтып келіп, амандасып, барсың ба? Бармын, жақсы. Сөйтіп жүре береді. Мен ол ұстап алып, бақылап, сен қайда кеттің, қайда жүрсің деп отырмайды ол жерде. Мен енді дәл маған енді ондай бір бақылау орнатқан жоқ. Ал басқаларға да мен орнатты деп айта алмаймын. Себебі кететін адам кете береді. Сол кезде былай деп айтып отыратын, бұл бір тауық кепе сияқты деп, бір шатыр сияқты деп. Кеп қонады қалаған құс.
мына маған ұшып кетеді деп айтып, ол жерге күніге 1000 адам кіріп 1000 адам шығып жатады сол кезде. Мынандай бір айтылатын әңгімелер бар. Жаңағы ұстаздың қолын сүю керек, тақсырға табыну керек деген сияқты. Дәл ондай нәрселер болды ма? Бұның дәл менің ұстазыма қатысты бұл өтірік, енді ондай болған жоқ. Ол кісі ондай нәрсені шетінде шығармайтын тұғын, мүмкіндік бермейді ондайға. Мүмкін емес ондай. Мен мысалы өзім 20 жыл болды ма мысалға, жалпы 12 жылым сол кісімен бір заманда өтті мысалға. Бірде-бір рет көрген емеспін сондай. Және менен талап еткен емеспін нәрсені. Сондықтан ол ана мүмкін мынадан шығып кетуі мүмкін деп ойлаймын. Мына сопылық дегенде ютубтан теріп көреді адамдар. Сол кезде о Судан ба, құдай Африканың бір елдерінде сондай бір жалған сопылар болады, шейхтар. Қолын сүйіп, бөлеп, сол жерде жылап, еңіреп жатады. Соларды көреді тағыны, бұлар сөйтеді екен деп айта салса, ол сен ақтала алмайсың ол жерде. Бірақ нақты бір видеосы, бір фотосы жоқ қой ондай, мысалы, егер жігітше айта аласыз, ондай болған жоқ. Қатып қалған қағида, бекітілген ереже болған емес. Ондай болған жоқ, енді егер кетем деген адам кете береді, енді қызығып сен жүре бересің ол жерде. Келем бесен келесің, кетем бесен кетесің. Бірақ сол кезде сол сопылыққа қызығушылардың қатары көп болды. Мен сопылық деп келмейтін сол кезде соларды, сопы деген сөздің өзін 1-2 жылдан кейін зорға естіген шығар. Мына мысалға мен сол кезде барып тақсырдан бұл не ілім десеңіз, бұл кәдімгі өзіміздің аталарымыздың жолы, пайғамбарымыздың салып кеткен жолы, жүректің ілімі деп қана айтады, болды бітті. Мен бірінші рет соны 1 жылыма өтіп кеткеннен кейін сол жерде бір бала бір суфизм деген кітап оқып отыр екен, орысша. Сол айтты, біздің осы жерде оқытқанымыз суфизм ба деп. Мен таңғалғанмын сол кезде ол не деп. Тіпті мен сол жерде жүріп, біз мына масхаб деп масхабты айтпайды мысалға. Кейін мен сұрағанда, соны да білмейсің бе, имам ағзам Абу Ханифа масхабы дегенде деп айтып күлді да мысалға. Елдің бәрі білетін нәрсе ғой деп айтылып жатқаны ғой енді. Теледидарға қанша жасыңызда келдіңіз? Мен 27 жасымда бардым. Жүрек қаламады? Иә, қаламады. Мен мамандығым емес, соны оқығам. Мен шығыс тілдерін оқығам, негізінде шет тілдерін оқығам. Мен сол тілдер жағында болғам. Мен телевидение шақырғаннан кейін ол кезде Жұмабай Шаштайұлы деген кісі болды. Сол қабылдап мен диалог өткізген. Сол кезде маған сол айтты. Рас өтірігін қайдам? Мынау деді, ислам мемлекеті сияқты қазақ радиосының 5 уақыт азан шақырып қойды біздің алдында команда деді. Солай болма мен білмеймін енді оны. Сол сөйтіп айтып отырды. Сөйтті, сен айтшы, айналайын, дінде догма бар ма, жоқ па өзі деп. Ол кісімен отырып біраз сөйлестік тағын айтты. Мына кішкене оқыған адам, светский. Мына дін туралы хабарды осында оқыған адамдар жүргізу керек қой деп, сол маған жүктеді ол кісі. Жұмабай Шаштайұлы деген кісі. Қандай хабарды? Дін және біз, сосын одан кейін келді айтты, бұл сен радио хабарда ең кемі 3-4 хабар алып жүру керек, сен сол дінге қызығады екен деп, саған тек қана оны бере бермейді, бұл жердің өзінің шарты бар, айналайын деп. Сонымен керек кәсіп деген тағы біреуін ашты, сосын ғаламшар деген болды, 3-4 кейін тағы біреу болды ма, болмады есіме жоқ, 3 хабарды сол алып жүрдім сол жерде. Одан кейін Алтын Сақа? Кейін Алтын Сақа телевидениенің сағаты, эфирдің сағаты ұзарды дағына Алтын Сақаға кастинг жариялады, ол менен басқа пәленбай адам қатысты. Сосын мені де апарып қатыстырды, қаламасам да. Бірақ енді сол кезде басшылар тұрды, мынадай экспрессия бар екен. Сөйлеп жатқан кезде қағазға қарап өйтіп тұрмайды, кедергі тіреліп. Сондықтан мынаны бекітеміз деп мен бекітті. Бірақ мен қуанған жоқпын бекіткеніне. Неге? Білмеймін енді, сол бір ондай бір эфирден көрініп, бір телевизиядан тұруға деген бір сондай бір ләззат болмады сол кезде. Ол жұмыс қанша уақытқа жалғасты? 1,5 жыл. Алтын Сақаның бүгінгі ойынына біздің жастар Шөже мен Орынбай аталарының сөзін жаттап келді. Бұл аталарымыз ақындығы зор болса да, арғы замандағы Бұхар бабамыздай ақылын ұғар хан таппапты. Екі жақсының басы қосылғанда елінің қайғысын айтып, аймағының мұңын сөйлепті. Туырлаған жел көтерген қазаққа сөзімен ық болыпты. Ендеше, сол аталардың сөзін еске алып, бүгінгі ойынды бастайық. Сізбен біз бүгін екінші мәрте кездесіп отырмыз аға. Солай ма? Дәл солай. Бірінші мәрте кездескеніміз әрине сіздің есіңізде болмауы мүмкін. Ол 2005 жылы Алтын Сақа теле ойыны жүріп жатқан сәт, Ғабит Мүсіреповтің Қазақ солдаты деген романы бойынша сол ойынға мен қатыстым. Ойынның алдында бірақ сізбен біз сол қатысушылармен бірге әңгімелестік. Бірақ сіз ол жерде теледидарды қоя тұрыңдар, жалпы осы рухани ілім туралы біраз әңгіме айтып берейін деп, бір 10-15 минут бізге бір
әңгіме айтқан болатынсыз. Үнемі сол теле ойынның басталар алдында жастармен солай жұмыс жүргізуші ме едіңіз? Оларды біз ол жерде мынандай, мен жұмыс жүргізгем. Қатысардан алдын адамдар кейде ақша толам деп келеді ғой. Сол ақша толсам деген армандар бетіне шығып кетеді дағы, кейін эфирден көрінген кезде халыққа онша ұнамайды. Енді олар өзі ұлттық рухты көтереміз, бір идеология ретінде қолданды ғой, енді жаңағыдай бір халықтың несін түсіп бара жатқан моралін көтереміз деген сияқты. Сондықтан ол жерде қыз балаға орын беріп жіберіңдер, сосын жаңағыдай мен бұл ақшаны бөлсем деп айтыңдар деген сияқты, мындай бір мырзалықты, бір жігіттікті, мәрттікті көрсетіп тұрыңдар деп сол жерде мен айқайлап сол жерде жүретін тұғым жұмысты. Бүйтіп айт деп. Ал егер ол самотек дейді ғой, өзің бетімен жібере салсаң, ол жерде ақшаға таласып қызып кетуі мүмкін ана жерде. Түсінікті, 2006 жылы кеттіңіз. Кеттім апрельде. Ал сіздер мынандай ұстаныммен кеттіңіздер. Жалпы Ғалым Доскен кететін болса, бүкіл команда кетеміз деген бірдей бір шешімге келдіңіздер. Не құдірет? Бір адамға бола барша телеарнадағы жұмысты тастап кетуге итермелейтін. Оның бірақ себебі бар. Бұл Ғалым Доскен деген кісі былай қатал бастық, өте ізденімпаз, оның адам нелерін қасиеттерін айтпай ақ қояйық. Одан бөлек мына екінің біріне нәсіп болмайтын бір адамгершілік деген бар да. Ол кісінің жүрегі өте жұмсақ, мейірімді, бір көңіл түскен адамға астында атын түсіп бере беретін сондай бір мінездері көрінеді ол кісінің. Әр жұмысшысымен жеке-жеке сөйлесіп, сосын ол кісінің ең жек көретін нәрсесі ешқашан кісінің ақысын жемеңдер деген кредосы болатын. Біреуге тегін істету, кейін төлеймін деп айту, сосын созып жүріп алу дегендерді енді иттің етінен бетер жек көретін ол кісі. Сол ғана ол кісімен барып істескен кезде бірденнен ақшасын жаңағыдай 50% төлеп, сосын жартысын төлеп, сосын кәдімгідей тоқпақтап отыратын тұғын. Мына қазақ журналистерінің жағдайы жақсармай, бұлардың әлеуметтік жағдайы күшеймей, ол сендер халықтың қазақ мәдениетіндегі құмарлығын оята алмайсыңдар деп. Сондықтан тіпті ана жерде әр журналистке жеке-жеке тіпті арзан галстук тақпаңдар, арзан машина мінбеңдер. Неге біз ойлаймыз, біз қандай машина мініп, қандай көлік киетінімізді өзіміз білеміз деп ойлайсың. Халықтың көзінен шықтыңдар ма дейді. Болды, мына бұқара халық сендерге қарап еліктеп тұра береді, телевизордан көргеннен кейін дейді. Сондықтан сендерге ондай болмайды деп. Кәдімгідей баласын тәрбиелеген сияқты тәрбиелеп, Казгуде 6 жыл оқып үйренбеген нәрсеңізді Ғалым Доскен ағамыздың худсоветте көркемдік кеңесі дейді, сол талқылаудан 2 сағат жиналысында болсаңыз, профессор болып шығасыз уже. Сол кісіге деген құрмет қой. Оны былайша айтқанда ол махаббат кәдімгі. Әкесінен артық жақсы көріп кетеді адамдар. Оны орыс тілдісі болсын, орысы болсын, қазағы болсын, ұйғыры болсын, бәрі оны жақсы көріп, соның жүрегі байланып қалды сол кісіге. Себебі бәрінің жағдайын жеке-жеке біліп тұруға тырысады. Қандай да бір ұйымдасқан кеңес болған жоқ па? Бәріміз бірге кетеміз, бәріміз бірге болсақ, бізді ешкім алып тастай алмайды дегендей. Енді ондай үйім болды ма, болмады ма, мен білмеймін. Енді өйткені мен басы қасында жүрген жоқпын. Ол кезде мен бір жай редактор ғой, ведущий дейді, жаңағы жүргізуші редактор болғам. Сол маған келді, осылай жігіттер принципиально кету керек деп, өзімнің жолдастарыма айтты. Енді өзіммен жаңағыдай қашайын деп тұрған кейі кетті, артына таяқ тиіп кетті. Мен телевизордан шаршап, кетіп қолға сылтау іздеп жүрген кезім. Маған бұл дауа болды. Сосын дұрыс дедім де, мен сол көптің несінде легінде шығып кеттім. Енді әлбетте енді ол енді 170 адам бір күнде шығып кетсе, енді ол бәрі стихийно болмайды ғой, енді оны ұйымдастырады, айтады, шығып бүйтейік деп. Арасында жүрсе ұйымдасып істеген шығар деп ойлаймын енді. Бірақ енді ол ұйымдастырған мәселе емес бұл жерде. Сен біреуге ұйымдастырса, сен деп басыңды салбырап кете бермейсің ғой, енді сен өзіңнің тарапынан да ықылас болу керек қой. Сондықтан кеткен адамдардың бәрі өте бір сондай бір жігермен, бір жүрек, бір бауыр, бір білек болып шығып кетті бұл жерден. Ешқандай өкініш жоқ. Өкінген біреуін көрген жоқ, мен өзім мәзбін мысалға. Олардың бәрі шыққандардың біреуі жерде қалған жоқ. Енді бәрі өзіне сенімді маман ретінде, бәрі екінші жерден жұмыс табады деген сияқты ғой. Енді көбісі қайтадан сол кісінің кейін ел продюсерлік орталығына барып жұмыс істеді. Енді аштан қатып көштен қалған бірде-біреу жоқ. Сіз қайдан жұмыс таптыңыз? Мен одан кейін үкіметке жұмыс істемеу керек айлыққа деген ұстаным болды менде. Сөйттім да, мен репетитор болып кеттім шет тілінен. Аптасына бір ары 2 рет барасың, бастығың жоқ, сол ақшаны алып отыра бересің. Сөйтіп мен 1 жылды өткіздім. Ол маған өте ары қарап жетіліп, өзім қалаған нәрсе оқуларды оқып, бүйтіп алуға зор мүмкіндік берді. Ал Исматулла тақсырмен рухани байланыс үзілген жоқ.
үзілген жоқ. Себебі қалай айтсам екен, бір апта ол кісіні көрмесең или бір 2 аптама сұхбатына түспесең, мына адамның жүрегі қатайып, мына психикасы, мына не болады, дүниеге байланып, мына тар шеңберде ойланып сөйте бастайсың. Сосын ол кісі өзі де біледі, оны рухани сұхбат дейді, алайкум бимажалаза ахла зикр деп біледі хадисте. Зікірді өте көп айтатын дәруіштердің сұхбатына жиі барыңдар деп айтатын хадисте. Сол палау пісіріп шақырады, кел шүңірек көз, әңгіме тыңда жүректерің қатайып кетеді дейді. Сол ол енді адам әлеуметтік қоғамның ішінде жүргеннен кейін сен көрші қолаң бар, дос жараң бар, былай ағайын туыстарының арасындағы ырың-жырың, әртүрлі тартыс, психологиялық кедергілер болып тұрады. Сол адам жүрегіне әсер етеді, тағына кек, өкпе, реніш деген заттар толып кетеді. Оны біліп отырады оны, рухани ұстаз деген кісі. Сосын тұрады да арасында кел бір әңгімелесейік дейді. Сұхбатта осылай 10-15 адам отырады. Тек қана мына ғазалдардан, атақты софылардың хикметтерінен жатқа парсша, арабша, қазақша айтып отырады ол жерде. Соны біткеннен кейін сол кіргенге дейінгі жүрегіңдегі мазаңның бәрін қашырып, ішкі дүниеңнің бәрін суытып тұрған нәрсенің бәрі 1-2 сағаттан кейін жоқ болып кетеді. Сосын тұрады айтады, ал міне риза шығарсыңдар, жүректерің жұмсарып, жақсы болып қалдыңдар ма, достық пейілдерің бір-бірлеріңе артты ма деп, иә деп. Соны жақсы, сау бол деп қайтып. Аптасына 2 мәрте. Кейде аптасына қонақтар келсе 3 рет шақыруы мүмкін. Кейде 2 апта мен бармай өзім бір шаруамен жүріп алуым мүмкін. Солай бір қатқан график жоқ та, сен мына күн келуің керексің деген. Қаласам барам, қаламасам бармаймын ғой енді. Сіздердің жеке өмірлеріңізге рухани ұстаздарыңыз Исматулла Тақсыр араласты ма? Махаббат мәселесінде. Мен махаббат мәселесінде егер біреу өзі жүретін қызын алып келіп, некесін қидырып үйленем десе, үйлене береді. Бірақ енді ол бәрі адамдар ондай емес та, мысалға аузынан сөзі қолтығынан бөсіп тұрған бір қызға үйлене алмайтын, сөз айта алмайтын бір ауылдан бір балдар келіп оқып жатады сол жерде. Оларда мысалға мүмкіндік жоқ шыны керек. Мысалға үйлене алмайды. Мысалы Шымкент жақта көбіне не үшін қыздарды алып қашады? Сондай ауылда ешқандай бір социальный статусқа ие бола алмай қалып қояды тағын, сосын жүріп жасы 30-ға тақағанда класстас балдар бар, біреуді алып қашып келеді ғой. Жылап еңіретіп. Сөйтіп болды деп қалады ғой. Сондай балдар кейін бізге келіп медресеге оқығаннан кейін де ол мәселені шеше алмайды. Сосын сол жерде келісім болады. Сен мына қызбен таныс, оны үйлен деген сияқты. Ол енді барлық діни жамағаттың бәрінде бар нәрсе, сөйтіп үйленіп жатады. Ал егер мен талай бойдақ балдарды білемін, өзің жүріп жүрген қыздарын ертіп келіп, мен мына қызға үйленейін деп едім, мен некемізді қиып беріп, сіздің бір батаңыз алсын, жарайды, жақсы дейді. Ал сол жерде отыра береді, болды. Ал махаббатын тапқан адамға кедергі келтірмейді, ал таппай жатқан жағдайда жұптарды жарастыруға тырысады. Иә, енді мен өзім өте көп көрдім. Әртүрлі жағдайға байланысты сөйтіп үйлене алмай қалып жүріп, кейіннен не болмаса үйленіп ажырасып кетіп болды. Мысалы, соларды жарастырып, үйлендіріп, қайып жағдайларын жасап отырады, ондайлардың саны өте көп. Бірақ ол кісіні зерттеген кезде, ол кісінің жамағатын бір ғалымдар келіп зерттеген кезде, онда социологиялық бір анкета жүргізбейді. Мысалы, қанша жұп жарасып кетті, қаншасы жараспай қалды деген сияқты. Егер соның арасынан біреу бір шиік шығып қалып, бір ажырасып кетіп, я бір проблема туатын болса, елдің бәрі соның жабысы болады да, ой байлатып, ана жерден дабылды келіп гүрсілдетіп ұрады ана жерден. Бұла бетеп, мен қарап тұрам, қаншама жұптар, қаншама сол кезде күйреп отқан семьялардың бәрін сол сөзбен емдеп қайтып қатарға қосып жібереді. Ал сіз қалай сыңарыңызды таптыңыз? Мен оның алдында Казгуде көрші тұрдым, келіншегіммен болашақ. Үйленгеннен кейін бір балам болды. Рухани ұстазыңыздың, тақсырыңыздың ешқандай сіздің махаббатыңызға қатысы жоқ. Бір баланың әкесі болып бардым ол кезде. Яғни 24 жасқа дейін сіз үйленіп алдыңыз. Мен 22 жасымда үйленіп, 23 жасымда бір балалы болып, 24 жасымда балам 1 жарымға 2 келіп қалған кез. Ал сол қатарға қосылған кезде сіздің жарыңыз сізге қалай қарады? Ол өте жақсы қарады. Себебі үйленгеннен кейін де адам біз өзі түсінбейтін тұғымыз. Енді үйленгенше бәрібір лапылдап қызық болып тұрады да, үйленгеннен кейін енді әйелің бір үйреншікті бір таныс адам сияқты болып қалады ғой. Соны адам түсінбейді мысалға. Содан кейін ол кезде біз оны түсінбейміз жаңағы. Ғылымда жақсы түсіндіреді. Тұйық система емес адам деп айтады. Бітеу адам деген бітеу жұмыртқа емес, сыртқа жарып шығу, трансценденция деп айтады. Ғайыпқа жалғану. Біз ол кезде ол қасиеттерді білмейміз, ол кезде ондай ілімнен хабарымыз жоқ. Жай осы кітап оқып адам жүре берсе адам болады деп ойлайтын кез ғой енді. Соған байланысты біздің мінезіміз құбылып, психологиялық бір жүріс тұрысымыз, мінез құлқымызда ауытқу көбейіп кетеді. Қалай осылай сөйлейсің мысалға ол кезде. Сосын мен ол жерге барып, ол кісіден ілім алып келгеннен кейін мен джентльмен болып кеттім ғой. Өте әйел адамды былай алақанына салып ұстайтын. Сондықтан әйелмен майдай жақты тағын ол керісінше барып тұр деді ме? Иә, әлбетте ол тіпті
барып тұрмын не осы ілімді алаңсыз оқитын болсаң мен саған ырза болар едім деді ғой. Иә, сондықтан келіншегім көп айтады жаңағы маған, сен мен интервью берген кезде мен сол жаққа барып оқы дегенді айтпайсың, не өзің барған адам болып мақтанып жүресің, менің де ақымды айтсайшы деп. Бүгін ғана шанс туды ғой. Жақсы. Жылдар жалғасып, күндер алмасып жатты. Иә. Сіз рухани ұстазыңызға барып тұрдыңыз, керек білімді алып тұрдыңыз, әңгімелестіңіздер, дидарластыңыздар, жүздестіңіздер. Бірақ сөйтіп жатқан кезде рухани ұстазыңыз Исматулла Тақсыр істі болды. Иә, білем. Бас бостандығынан айырылды. Иә. Үнемі барып өзіне рухани азық алып тұратын Санжар Керімбайдың ұстазсыз күндері қалай болды? Ол өте қиын күндер, ол кәдімгідей адам сусап, шөлдеп, солып қаласың кәдімгідей. Өйткені ана бұрын сырттан лақылдап келіп жатқан, қиналып жатсаң барып, сұхбатына түсіп, жүрегің қатайып баратса, жұмсара салатын болса, енді ол жерде ондай жағдай болмайды. Кәдімгідей депрессияға түсіп кетесің кәдімгідей. Ана мәселелерді шеше алмай. Бірақ енді біз енді қарап отырмайсың, бәрі қысым күшейген сайын сен, оның бір жақсы жағы бар. Мысалға рухани ұстаз қасында отырған кезде адам күшенбейді. Сол кісіге арқа сүйе болады тағыны. Сол кісіден барып сұрай саламыз, үйрене саламыз деп, соны жүре бересің сондай. Енді ол кісі шық деп бір күнде жоқ болып кеткен кезде, андайда уже енді өте қолға түспейтін жағдайға келген кезде өзіңе бір міндет аласың. Депрессия қанша уақытқа созылды? Бір жарым жылдай болды ау деймін, мазам қашып, бір өмірге деген құлшыныс біраз түсіп, ана әділетсіздік, тас-талқан, ортадағы быт-шыт әңгімелер, ана жақтан телевидениенің, үкіметтің әділетсіздігі, соның бәрін көріп адам өмірден түңіліп кетеді. Бірақ шықтық қой, өйтіп. Кім құтқарды? Немесе не құтқарды депрессиядан? Енді оған дейін енді рухани ілім алғанымыз бар, оқығанымыз бар, сондықтан енді тіпті өзін өзі өлтіретін жағдайға дейін түспейсің енді өз жерде депрессияға түскенде. Мазаң болмай, бір не алдың көрмейді, не артың көрмейді, не оң жағың көрмейді, бір жаңағы штильге түсіп қалған кеме ұқсап тұрасың да енді ана жерде. Бірақ енді сен енді Құран оқыдың ол жерде, қаншама сен хадис жаттадың, қаншама сыр сөздер жаттадың, өзің зікір үйреніп алдың, енді қолданасың солардың бәрін. Енді психотехникалық амалдар дейді, неде адамның ішкі дүниесін қопару. Сонымен ағайын туыс, әйел бала шаға мен өзің отырып сол зікірлерін жасап, үйтіп құлшылық ибадаттарыңды Құраныңды оқып тыпырлап тырбанып, сосын сөйтіп жүрген кезде 2013-тен былай қарап, мына біздің отбасы хрестоматиясының жұмысы басталады тағыны, уже біз екінші неге өтіп кеттік кезеңге. Өздерін құтқара алмай қалған депрессия жеп қойған жігіттер бар ма? Ондай жігіт көрмедім мен, шыны керек. Себебі бұл жалпы сопылықта ұстазға жалған тұру дегеннің бір жақсы жері бар. Жүрегінің түбінде бәрі сол кісі шығады, бір күні біз көрсеміз дейді тағым жүре береді, үмітке байланма. Сенімнің бір жақсы жері сол да, ондайға қатты құламайды адамдар. Мысалы сіздер бір топ болып жаңағы араласып жүрдіңіздер. Жігіттер, азаматтар, замандастарыңыз, аға іні. Исматулла Тақсыр сотталғаннан кейін сіздердің араларыңыздағы бірлік сақталып қалды ма, жоқ әлде екіге немесе үшке бөлініп кеттіңіздер ме? Енді ол жерде мынандай нәрсе. Кез келген мына бір ұстаз келіп ілім үйретеді ғой. Ол бір классикалық жолмен дам келеді тағыны. Бір нүктеге тірелген кезде оның мына қоғамдық сипаты болады. Сосын екіншісі консерваторлық, кәдімгі өзінің бұрынғы классикалық сипаты қалады. Сол жерге келген кезде өзі екіге жарылады. Ол нормальный нәрсе. Ол бір ойбай мына сұмдық болды деп айтпайды, ол кәдімгідей. Кез келген нәрсе ілімнің өзі мынандай бір аксиологиясы деп айтады. Аксиологиясы деген құндылық өндіріп, ол бір мәдени өнімге айнала бастайды. Енді анау бұрын бір медресенің ішінде бір өздерінің арасында айтылып отырған әңгіме болса, сол айтылып отырған ілім сол жерде адамдарға сіңіп тарап болғаннан кейін ол бір қоғамға тарайтын бір құндылыққа айналып кетеді. Жалпы мені өзі бұрыннан сол ғана қызықтырған. Жалпы мен дінді өзі үшке бөледі ғой. Құқықтық, ақидалық, сосын ихсан дейді, құндылықтар өндіретін жері. Иә. Сонымен алдыңғы екеуіне мен ешқашан қызыққан емеспін. Енді оның үшіншісі сатысы бар. Енді осыншама жыл жүрдіңдер ғой, енді бәленбай жыл құлшылық ибадат қылып әңгіме тыңдап, енді не өнім бересіңдер деген әңгіме бар. Сол кезде ол бәрі бұл жаққа бір құндылық болып шығады ана жерге. Енді бұл жерде ана жерде бізге қысым көбейіп кетеді тағыны. Біз бір жұмыс істеп, бір әрекет қылып, бірдеңе тыпырлайын десең, сен классикалық
форматта сен жүргізбейді, болды бітті. Себебі олай бір шетінен дұрыс та болуы мүмкін. Себебі үкімет, қоғам бәрібір діншілдерден қорқады, діншіл адамдардан. Себебі фанатизм шығып кетуі мүмкін. Сирияға қаншама адам кетіп жатыр мысалға. Талақ деген нәрселерді ойлап шығара салады. Неше түрлі нәрселер болып жатқан кезде ол жоғарыда отырған адамдар осы мынаусы жақсы еді, мынаусы бәленет деп отырмайды. Оны атты бәрін тұтас антибиотик сияқты ғой, атты бәрін ұрып жібереді, бәрі қырылып қалады сол жерде. Енді сондай болып бәрі діннің бәрі жаппай қысымға ұшыраған кезде сен бәрібір оның бір мындай светский форматы дейді ғой, зайырлы форматын ол іздей бастайды. Сол кезде ол бәрібір бір басқа бір форматта шығады. Яғни сопылар екі топқа бөлінді. Сіздің әңгімеңіздің төркінінен ұққаным. Енді ол мысалға олар өздері бөлінді деп есептемейді да. Біз тамырымыз ана жақта тұр деп айта береміз біз. Біз ол жақтан рухани нәр алып отырмыз. Жоқ, тамыр бір, негіз бір. Бірақ қоғамдағы келбеті. Қоғамдағы келбеті енді оның осы қоғамдық жұмыстарды жүргізетін отбасы хрестоматиясы бөлек болып тұр мына жерде. Бұрын классикалық жолмен мен бұрынғыда үйреніп құлшылық ибадат қылып кете бермейтіндер кете береді. Енді олар бәрі кітап жазбайды, олар бәрі кітап шығармайды. Ол бейім емес мысалы, әркімнің мамандығы бар. Жалпы Исматулла Тақсырдың Қазақстанға келгендегі мақсаты не? Миссиясы не? Мақсаты болғанда бұл бір тарихқа шегінсең қызық. Себебі 36-шы жылы Дамулла Мырза Ишан деген атақты әулие кісі бар. Сол кісі кәдімгідей большевиктерге қарсы қарулы көтеріліске шыққан адам. Ол өте мындай мінезі қатал болған деп айтады. Тіпті ағайын туысқандарының өзі қызылға қарсы шықпа, қару көтерме, ел қырылады деп айтқан кезінде мындай оған көнбедік, ерексіз деп айтады. Енді ар жағы көп аңыз бар ол кісі жайында, ат сауық өтпеді, осындай жаңағы классикалық аңыздар бар ғой, жаңағыдай әулие адам намаз оқып отқанда балхи деген сол кезде атады екен деген сияқты желкесін атып өлтірді деп айтады. Бірақ енді ол кісі өлерін білді дейді, сол өлерінен алдын өзінің Абдығаппар деген бір шәкіртіне айтты дейді. Кейінгі ұрпаққа сәлем айт, елге келіп, мына бізден жоғалған мына көкірек көзін ашатын, жүрек ілімін үйрететін бір ұрпақ қайтып келсін деп өзінің бір кітабын аманаттап жіберді дейді, Түркиман деген. Енді бұл рас өтірік білмеймін, бірақ енді осылай тарихы осылай айтылады ол кісілердің аузынан. Содан кейін бұлар қашып ел ауып кетеді Ауғанстанға, сояққа туғаннан кейін бұл кісі ер жеткеннен кейін бұл кісіге айтады осылай аталарымыз осындай соғыста өлді, арғы туыстарымыз әкең бертінде өлді. Сондықтан елге барып баяғы жоғалған рухани ілімді, жүрек көзін ашатын ілімді сен қайтып барып туған жерге туыңды тік, себебі совет өкіметі құлайды, бұл тұрмайды былай деп айтты дейді. Содан бұл кісі 93 жыл, 94 жылдар шекара ашылған бүкіл дүниежүзі қазақтардың құрылтайы болған кезінде қайтып келеді. Жақсы, Қазақстан қайтып келді. Ілімді үйретті. Белгілі бір көксеген мақсаты болды ма? Бұл кісінің басқа мақсаты мен көрмедім ол кісіні. Мына осы ең көп айтатын жаңағы сол жүректен жылылық достықпенен бұлақ шағып әлемге тарамақшы. Менің мақсатым осы біздің бауырлардың жүрегінен бір жылдық достықпен өсіп бұлақша ағып тарап Қазақстан бәрін осындай қорғасында ертіп жерсе ғой шіркін-ай. Бір жүрегі жұмсақ адамдар көбейсе мен арманым соны бір көрсем деп отырады бұл. Одан басқа мен арман көрмедім ол кісіден. Ол кісіге қалай ойлайсыз? Жала жабылды ма? Жоқ әлде расында да кейбір нәрселерді дұрыс істемеді ме? Енді ол жерде дұрыс істемеді дегенде енді ол дұрыс бірақ нәрсе ғой, енді наркомандарды заңсыз сіз лицензияңыз жоқ, не үшін қамайсыз деп содан ұстады ғой енді. Бірақ енді оның өзі бір әкімшілік жазалармен ба, сондай бір штрафтармен ба бітетін шаруа негізінде. Енді одан да бұл бәрібір бас тарта алмайды да, себебі қоғамда көбіне байлардың, шіріген байлардың, сосын тым танымал чиновниктердің балдары, кедейдің баласы наркоман болмайды қысқасы. Шіріген байлардың балдары наркоман болып кетеді тағыны, ол кісі келеді де жалынады ана жерде. Ақсақал осылай болып жатыр мынаны деп. Сосын ол кісі жүрегі жұмсақ адам, ана бала адам болып кететін шығар дейді тағы, солармен кім біледі тағы деп сөйтіп бір алған рас. Енді сол жіңішке жерінен ұстады ғой енді. Одан кейінгі жапқан жалаларында мен білмеймін не деген ұятсыз адамдар енді үстіне үйе берген ана статьяны өсіреміз деп ақырында діни экстремизм, терроризмге дейін көтеріп жіберді ана. Былай қарап тұрсаң енді ол әшейін бір медресенің ішінде бір бөлмеде отырған адам ғой, қолының тәспісінен басқа заты да жоқ өзі. Яғни жала жабылды. Оны енді кейін қазір ол мүмкін емес, біздің мынандай режимде бұл деланы аша алмайсыз. Бір арада бір 15-20 жыл өтіп Қазақстан қоғам өзгеріп мына тірлікті қайтадан қарайтын болса, қазақтың көкесі өгізді болады. Жақсы. Қалай ойлайсыз? Сіздің рухани ұстазыңыз неден қателесті?
оның неден қателескенін мен айтпаймын оны. Оны сырттан бір зерттеуші, тарихшы, я болмаса бір дінтанушы теолог келеді дағыны. Соны зерттеп, бұл кісілер не жерден қателескен екен ғой деп солар айтады. Әдебі солай. Сіз неге айтпайсыз? Этика көтермейді. Бірақ білесіз. Ішімнен ойлау мүмкін, біткенде күшті олар еді деп. Мүмкін екеуміз әңгімелесіп отырған кезде айту мүмкін, мысалға, негіз биткенде күшті болатын еді, мына жерден сәл не қылып қалдық деген сияқты. Жаңа айттыңыз ғой, нашақорларды қамқорлыққа алу, мейірім таныту. Бәлкім осы жерде қателескен шығар. Мүмкін солай шығар енді, өйткені ол кісіге жанашырлықпен ескерткен адамдар да болды. Қайтесіз, бұл басыңызға бәлеу жабса, осындай болсын. Ол кісінің енді жүрегі өте жұмсақтана, зіңгіттей жігіттің әдемі Америкада оқып келген жігіттер келеді, мысалы Англияда оқып келген, орысша, қазақша, ағылшынша судай, бірақ наркоман. Соның түрін көреді да, ол кісі елжіреп кетеді. Мынау деген обал ғой, мына балаға, мынау бір бәле қылайық та, мынаны қатарға қосайық та деп. Сөйтіп, жүрегі жұмсақ та. Кім біледі, мүмкін содан шығар деп ойлаймын. Бір қателігі деп айта аласыз ба? Қателігі деп айта аласың ба, оны жоқ әлде, или солай болу керек болды дейміз ба, мен білмеймін енді. Оны басқа бір мамандар шақыртып, сол кезде сырттан сынай бересіңдер. Мен бұл форматқа түсе алмаймын. Сынау мақсат емес, жалпы сіздің ішкі ойыңызды білгім келді. Себебі адам бәрібір ойланады ғой, әттеген-ай. Әуелде былай істеу керек еді, мынау бір керек емес тіршілік еді дегендей. Сол ішкі ойыңызды білгім келді. Енді мен өзіміздің арамызда отырған кезде айта береміз ғой, битсе күшті болар еді, бірақ публикаға айтпайтын ғой мен. Публикаға айтпайтын ойларыңыз көп пе? Көп, баршылық. Себебі публика білуге тиісті нәрселер бар. Дәл сол сияқты білмеуге де тиісті нәрселер бар. Уақыт керек пе оған? Уақыт керек. Әр нәрсе өзінің уақытымен жүру керек қой. Сіз әңгіменің басында айтқан болатынсыз, аптасына 2 немесе 3 мәрте, тіпті кей кезде 1 мәрте кездесіп, сұхбаттасып, жаңағы өзінің рухани әңгімелерін айтып отыратын деп. Сол жұмысты жалғастыра ма? Қалай ойлайсыз? Исматулла Тақсыр. Мен ойлаймын, жалпы жалғастырғысы келеді, егер үкімет оған мүмкіндік берсе. Бере ме? Білмеймін, үкіметтің не жоспары бар екен. Біздің үкіметті адам түсініп болмайды ғой. Жалпы ойыңызда? Түбі береді деп ойлаймын. Себебі қоғам шындығына керек, сондай адамдардың қамалып, жоғалып, жаңағыдай қыспаққа ұшырауының кесірінен деградацияға ұшырап кетті. Түсінікті. Мынандай әңгімелер айтылды. Ол кісі темір тордың ар жағында отырған кезде шықпайды. Сол жақта көз жұмады деген секілді әңгімелерді сіз де естіген боларсыз. Дәл осындай әңгімелердің айтылуы неден деп ойлайсыз? Енді ол кезде бұл кісіні енді осылай бір отырғызуға мүдделі болған адамдар билікте отырған кезінде қатты айтылған әңгіме, оның кісіне бір өте қатал немен жаламен отырғызды ғой енді. Сондықтан егер ол кісілер билікте отыра беретін болса, сол бұрынғы адамдар, онда бұл кісінің уақыты келіп заң түрде босайтын болатын болса, бұрын проблема оларға енді қайттан шығып кетуі мүмкін ғой. Сондықтан бұл большевиктік, коммунистік санамен келе жатқан бұл адамдар жалпы түрмеден мұндай адамдарды тірі шығармай, себебі баяғы ишандарды қудалайтын 30-шы жылдарда біреуін тірі қалдырмаған. Солай деп топшылап, мен өзім де жалпы шыны керек сондай ойда болдым, осылар енді аямайды-ау деп. Бірақ Құдайдың құдіреті мүлдем басқаша болып кетті. Ол кісі аман есен сау саламат қайтып шықты. Қалай ойлайсыз, осы Саят Ыбырайдың Исматулла Тақсырдың рақымшылыққа ілінуі нені білдіреді? Мен оны білмеймін, нені білдіретінін. Себебі ол сіз күттіңіз бе жалпы рақымшылыққа осы екі азамат ілінеді деп, мерзімінен бұрын босап шығады деп? Саят Ыбырайды күттім, өйткені оның адвокаты Абзал Құспан еді ғой. Мен оның жолдас боласың ғой. Ол жүгіріп жүрді ана жерде, қайта жоғарыға переговор жүргізіп, мынамен сөйлесіп, қайта посттар жазып. Бұл кісіге ондай болған жоқ. Сондықтан мен ұзақ ұстайды-ау деп ойладым. Бірақ енді
рақымшылық деп, бұл кісілер рақымшылық емес, заңды түрде бәрібір шығатын уақыты келді. УДО дейді ғой мынандай. Иә. Шартты түрде. Ол бәрі заң жүзінде де келіп қалды да, ол сөйтіп отырған кезде. Сондықтан бір жазасын әлі өтеп болған жоқ, бірақ жаңағыдай Конституцияның бәленбайшылығына алдын ала босата салайық деп босатқан түгі де жоқ. Бәрі заң жүзінде шықты. Жақсы. Жігіттер сотталып жатты. Исматулла Тақсыр сотталып кетті, Саят Ыбырай сотталып кетті, тағы да бірнеше азаматтар бар қатарында. Сізде бір қорқыныш немесе үрей болған жоқ па? Менің де соңыма түседі-ау деген. Түседі-ау деген емес, маған сол кезде іс жүріп жатқан кезде сені де шақырады, сені де әкетеді деп айтып, былай дайын отыр деп. Ол хабарды бірінші естіген кезде адаммен психологиялық жаратылыс болғаннан кейін тамырлардың бәрі дірілдеп, аяқ-қолы қалшылдап, біраз бір жайсыз сезімдерді бастан кешесің. Бірақ енді біраз есіңді жиып алғаннан кейін, егер болмай қоймайтын бәле болатын болса, онда оған дайындалу керек деп, дайындаласың, әйел бала шағаңды былай қыласың, былай қыласың, егер деп болып жатса. Бірақ енді олар енді ондай болған жоқ. Себебі мен жалғыз енді дін женеміз деген хабардан ұстағысы келді ғой енді олар. Бір діни экстремизм насихаттадым радиода отырғанда деген сияқты. Соны алып экспертке берді олар. Эксперттен басынан аяғына тыңдап шықтым, радио хабарларды берді, ештеңесі жоқ. Тамаша, өте елді бірлікке, ынтымаққа шақыратын нәрсе деп олар қорытынды шығарып берді. Содан кейін ол бұл нені сұрақты алып тастады. Ал ол қорқыныш сіздің бойыңызда қашан сейілді? Қашан сейілді? Әлі де бар ма? Жоқ, ол кетті, бітті ғой. Ол осы аласапыранның бәрін ұйымдастырған адамдардың жартысы қазір қызметте жоқ, мұсафір болып қалған, жартысы өмірде жоқ. Сондықтан мүлдем мүмкін енді қоғам күннен күнге демократияланғысы келіп жатқан кезде енді ондай қорқыныш жоқ. Бірақ енді ең соңғы үрейім сейілген кезде мен ауылыма барған кезде, Арысқа барған кезде сол райондағы милициялар ұстады. Сосын Шымкентке звондады, біз Керімбай Санжарды ұстадық, осылай. Олар тұрды, қазір біз көреміз деді, список 1 минуттан кері қарай звондады. Жоқ, оның несі, сараптамасы дұрыс оң шешіммен шыққан, сондықтан жіберіңдер деп тағын сол жерден жаңағы қап-қара былғары куртка киген жігіттер біздің жұмыс осы ренжімес әке деп шығарып салды. Содан кейін бұл үрей таратып кетті. Ол қай жылы? Бұл 2011 жылдың ноябрі болу керек. Шымкентте? Өзім ауылымда, Арыс ауданында. Яғни сізді күтіп жүрген? Иә, ауылына қашан келеді күтіп жүрген ғой. Түсінікті. Сопылардың соңына түскен Серке сайты болатын жалпы. Сол Серке сайты жақында Санжар Керімбайдың жас балаларға зікір салдырудағы ісі заңды ма дейтін бір видео жариялады. Бәлкім көргенде шығарсыз. Иә, көрдім. Бұл қалай ойлайсыз? Сізге қарсы бір қыспақтың басталғаны емес пе? Мен бір қарсы қыспақтың басталғаны деп айта алмаймын енді. Жалпы енді бұл да бір нормальный нәрсе деп айтуға болады да. Сен қарсы тарапың болады. Сен сүймейтін адамдар болады. Сен жақтырмайтын адамдар болады. Олар сен әлсіз жеріңнен ұстағысы келеді. Сен ұстатпауға тырысасың деген сияқты нәрсе ғой енді. Енді оған бір менің жұмысыма бір кедергі келтіріп, мен тұқыртып алуға бір мүмкіндік сияқты болып көрінді. Оны пайдаланбақшы болды, бәрі пайдаға асқан жоқ. Себебі оның бәрі заңды. Мен өзімнің үйімде, қара шаңырағымда, бала шағаммен Қожа Ахмет Яссауидің хикметтерін айтып отырмын. Ол бір культура, ол мәдениет. Әлі күнге дейін бала шағаңыздың арасында жақындарыңыздың балаларын жаныңызға алып зікір салып тұратыныңыз бар ма? Демесе мен күніге саламын ғой. Күнде? Мүмкіндігінше күніге енді. Балалар қабылдайды? Олар жақсы көреді. Өте жағын, қинап отырғызбайсың оны. Өзі әуені, сөзі өте әдемі, тартымды ғой. Олар өзі қызығып келіп. Енді есейгендер ғой, мысалы 13 жасар, 10 жасар, 12 жасарлар келіп отыра береді. Кішкентайларына бәрі жүре береді. Жалпы бұл мәселеде бір қызық айтып кетейін. Жалпы Қазақстанда қиын, себебі Қазақстанда халық бір діни адам көрсе, дінге қызығатын адам көрсе, шошып кетеді. Әбден өзі соған келді, пропаганда, телевизияны жасай беріп. Сондықтан Қазақстанда бір жер үйінде болмаса, бұлай адамдар шошып кетеді.
тіпті мына Алматының өзінде квартирада отырған кезде сәл дауыстап сөйлесең, үйіңе көп тоқырлап қонақ келсе, мына көршілер милиция шақырады. Иә. Ал Түркия ондай біздегідей геноцид көрмеген ғой, революция көрмеген. Сондықтан оларда бұл жақсы қабылдана береді. Зікір айтып отырсыңдар ма деп отыра береді. Осыны баяғыда ауылда бізде айтатын ек. Осыны өткенде айт намазында айтып отыратын еді деп өстіп айтып отыра береді олар. Мысалы, дауыс естіліп тұра береді. Олар шошымайды да, олар көріп, ол дәстүр үзілмеген, олар да бүйтіп келе жатыр. Келіп Ленинге олар төңкеріп тастаған жоқ мысалға. Ал бәлкім біздің қоғамда бір шошып кетуге тиісті ағымдар бар шығар. Иә, енді ана Сирияға кетіп отқан, соғыстың ішінде қатып кеткен адамдарды көрген кезде елдің бәрі ана қаяқтан шығып жатыр деп шошиды ғой, кез келген адам. Мен де шошиды мысалға. Бірақ оның түбіне сен бара алмайсың да, зерттеп. Қайдан шықты, уағыз қайда айтылды деген сияқты. Бұл ұлттық қауіпсіздік комитетінің жұмысы, солардан сұрау керек оны. Зерттеп көрдіңіз бе жалпы, үңіліп? Жоқ, мен зерттеп көрген жоқпын, маған түкті қызық емес. Себебі ол недандай. Лев Толстойдың айтатыны бар. Мен баяғыда дейді, Россияның қоғамында дейді, бәрін білдіріп жүрген бандиттер осы, шпана, ұры, разбойниктер деп солармен күрестім дейді. Содан кейін, жоқ, бұлар емес, бәрін білдіріп отырған, осыларды крышевать етіп отырған чиновниктер деп ойладым дейді. Солармен күрестім дейді. Сосын анамен күрестім, мынамен күрестім дейді. Сонда ең соңында бәріне император осы империяны құрып отырғанда оны жамандадым дейді. Шіркеумен соғыстым дейді арасында, сендер мынандай ақидасы теріс дін уақызда отырсыңдар, сендер өздерің оңбағансыңдар дейді. Сол қартайған кезінде айтады ғой, ең дұрысы біреу-ақ дейді. Адамның көңіліне шамшырақ бір шырақ жағатын ілімді тоқтаусыз насихаттап отыра беру дейді, құндылық өндіру дейді. Сол қоғам ақымақ емес дейді, адамдар қарап тұрады, басына түсінбейді, біраз үнсіз, біраз бейтарап болып тұрады. Біраз уақыт өткеннен кейін бәрі сол құндылыққа, бәрі сол жарыққа қарап, ол бәрі жылжи бастайды. Мен оларды зерттеп, оның түбін ақтарып, қопарып, оған қарсы бірдеңе жазамын деп күшіңнің бәрі кетіп қалады оған. Ол уақытта қаншама сен құндылық өндіруге, қаншама жақсы нәрселер шығаруға болады. Соңғы рет Исматулла Тақсыр, яғни ұстазыңызды қашан көрдіңіз? Соңғы рет 2010 жылдың шілде айында көрдім. Одан кейін көрген жоқпын. Сағындыңыз ба? Иә, әлбетте сағынасың. Мен қалай десем екен, бұл бір қызық құбылыс, жалпы рухани ұстаз деген бар ғой. Ол көңіліңе сондай өтіп кетеді, сенің егізің сияқты болып қалады. Қайда жатсаң, тұрсаң, сол кісімен бірге жүрген сияқты болып тұрасың. Көріп, сұхбаттасқың келіп тұрады. Көргіңіз келіп жүр ме? Иә. Бостандыққа шықты? Иә. Мүмкіндік бар. Неге сіз өзіңіз қатты сағынған адамды, рухани ұстазыңызды, тіпті егізіңіздей болған ағаңызды көре алмай жүрсіз? Оның себептері сізге айтылмайды. Арада бір құпия мәселелер бар. Сол кедергілер сейіл болғаннан кейін біз көрсеміз, бұл сұхбаттар жалғасады деп мен өзім сенемін. Жалпы менің жүрегімде ондай бір не жоқ, бір үрей жоқ, қорқыныш жоқ. Ол қандай себептер? Ол айтылмайды, себебі бұл жерде неше түрлі шыққаннан кейін ол жерде неше түрлі әңгімелер жүріп жатады. Сондай. Мен біраз бір өзінің бір сәтін салатын күнді күтіп отырасың сол жерде. Көрмеуге не кедергі? Енді мен оны сізге айта алмаймын. Бұл енді сыр дейді. Бұл рухани ұстаз бен шәкірттің екеуінің өзі жеке отырып, мынандай мәселелер бойынша екеуміз біраз ұзақ уақыт көрісе алмадық. Оның себебі мынау деп екеуі сөйлеседі. Ал оны жұртқа жарияламайды, өз тәртібі солай. Бірақ ең бастысы, мен өзімнің тарапымнан үнемі солай бір сол күндерді аңсап, үнемі сол кісіні бір өзімнің егізім сияқты, бір тірегім сияқты жүре беремін үнемі. Сондай бір ішіңде бір тірек болып тұрады. Ал темір торға тоғытылғаннан кейін бәлкім шәкірт ұстазын іздеп бармай қойған шығар? Олай деп айта алмаймын енді, өйткені ол оңай нәрсе емес. Ол өзін іздеп баратын өзінің адамдары болады. Сіз дедіңіз бе? Жолығуға ниет еттіңіз бе? Жолығуға ниет еткенде ол мынандай нәрсе. Мына қатаң режиммен сотталған адамдардың көрісуге тек ағайын тума туыс однофамилец дейді, фамилиясы бір болу керек. Сосын жеке адвокаты ғана кіре алады.
өзінің туысқандары кәдімгі фамилиясымен келу керек. Сондай мысалға Саят Ибраевпен көрсем десең де көрісе алмайсың, тек туыстары барып отырады. Жақсы, Саят Ибраев босап шықты. Ол азаматпен сіз жолықтыңыз ба? Иә, талай рет жолықтым. Екеуіңіздің араңызда байланыс жақсы. Жақсы. Кез келген сәтте, кез келген уақытта жолыға аласыз. Иә. Бірақ ұстазыңызбен ондай кез келген сәтте жолыға алмайсыз. Мен қаласам жолығам енді. Бірақ қазір сәті түспей тұр да. Бір ыңғайы келмей тұр. Жолыққан кезде сіздің бірінші қоятын сұрағыңыз? Жоқ, ондай, ол екеуміздің арамыздағы қойылатын сұрақтарды бұл жерде мен сізбен талқыламаймын. Олай болмайды ғой. Бұл енді қатты бір мемлекеттік құпия ма? Мемлекеттік құпия емес, бұл рухани мәселе болды, бітті. Логотерапияда айтады ғой. Адамның миына Құдай адам сондай психикалық механизм салып қойған. Махаббаттарыңа қатысты, сосын діни сенімдеріңе қатысты, сосын жеке өліміңе қатысты мәселені ешқашан публиканың алдында талқылауға болмайды. Оның бәрі жасырын сыр болып тұрады. Қалған мәселелерді жалпы талқылай береді. Құдай солай механизм жасап қойған. Яғни Санжар Керімбай мен Исматулла Тақсырдың арасындағы өте нәзік әрі киелі бір сыр бар. Иә, бар. Қалай ойлайсыз, жақын бір жылда немесе 2 жылда жолығасыз ба? Иә, тіпті жақын сағаттарда жолығуы мүмкін. Әбден мүмкін. Осы сұхбаттан кейін. Иә. Ендігі мәселе, Саят Ибраевты түрмеге тоғыту арқылы қазақ қоғамы нені жоғалтты? Неден ұтылды? Өйткені ол кісінің ойы, ғылыми жұмысының жемісі қажет еді. Енді мен дәл сол кісінің техникалық ғылымына қазақ қоғам мұқтаж болып, содан бір қазақ техника ғылымы құлақ қалды дегенге сенбеймін да. Біріншіден Қазақстанда ол сен Саят Ибраев сияқты 1000 ғалым алып келсең де ол тоқырап тұра береді, себебі система жұмыс істеп жатқан жоқ қой енді. Білім жүйесі құлдырап, ол бүкіл құлап жатыр. Егер ол Саят Ибраев өз мамандығымен қайтадан Германия, Канадаға көшіп кетіп, сол жақта жұмыс істесе, сол жақтың ғылымын көтеріп жіберуі мүмкін. Сондықтан ол сотталып кетсе де, қайтып сөйлеп тоқтамай жұмыс істеп жатса да, ол кафедра бір орында тұра береді солай. Бізде. Иә. Ал енді жоғалтқан жағын, ол рухани жағынан жоғалтты деп айтуға болады. Себебі Саят Ибраев, мен сізге айтайын, 2001 жыл ма, 2002 жыл ма Әбжат деген клуб ашқан. Сол кезде бір лекциясында апта сайын 500-600-ге дейін студенттер жиналып, мынандай полға газет төсеп отырып тыңдайтын сол кісіні. Сол жерде жарасып үйленген адамдарды мен енді сол жерде білуге болады. Мен енді өзім Алматыда тоқыған балалар сол менің маңайымда жүргендіктен сол жерде мониторинг жасауға болады. Танисың ғой бәрін? Пәленше мен пәленше үйленіп еді ғой, не болды деген сияқты. Бірде бір ажырасу фактісін таба алмадым. Bir бала ажырасыпты, мен ұстап алдым бір Сарыағаш жақын баласын. Бірақ ол сормаңдай бір түрі сұлу қызды сырттан тауып алған екен. Өзі кінәлі. Өзі кінәлі болған екен. Ал бұлай Саят Ибраевтың залында отырып, бір-бірімен танысып, сол жерде көңіл жарастырған адамдармен қаншамасын қарап шықтым, сұрастырып отырып, пәленше қайда, түгенше қайда деп. 100-100 жарасып кеткен. Ол Саят Ибраевтың жалпы қоғамға сіңірген еңбегі сол жерден қатты білінеді. Кейін енді бұл кісінің оны жаңағы соттады, Әбжатын жапты. Енді мысалға қазірден Алматыда жүр ғой біздің балалар жұмыс істеп. Солар айтады, ойпырмай дейді, Саят Ибраевтың сотталып қалған Алматының қоғамында қалай қатты білінеді дейді. Қалай білінеді десең, қара дейді, уже бір 10 жыл, 8 жыл болды енді, 9 жыл. Солда уже 2 поколение оқып кетті ғой, 2 буын, 4-5 жылдан, 4 жылдан оқып кетті. Қазір келген балалармен отырып, сен дейді, баяғыдай рухани сұхбат жүргізе алмайсың балалармен дейді. А бұрын Саят Ибраевтың кезінде әбден ана кісі лекция оқи беріп, абстрактылы ойлау дейді ғой, трансцендентті дейді. Өте қаттанып кеткен ана балаларда. Сосын кәдімгідей ол кісі өзінің жүріс тұрысымен, семьясымен үлгі болды дағыны. Ол кісіге еліктейтіндерін саған көп тұғын. Қазір енді балалар келеді дейді. Бұлай енді идеал жоқ олар үшін. Қай кітап оқу керек екенін білмейді, руханиятқа қай тұстан кірерін білмейді. Өстіп жүре береді ана жерде. Осы ретте 2 сұрақ қойғым келеді. Бірінші сұрағым, жаңағы жұмысты жалғастыру жоспарында жоқ па? Әзірге жоқ, себебі УДО дейді ғой, ол условно. Ол 3 жыл ма, ол бақыланады.
3 жылға дейін оған кісіге қоғамдық жұмыспен ондаймен айналысуға заң рұқсат етпейді болды. Сондықтан бұл сұрақты 3 жылдан кейін ғана қоя аламын да. Түсінікті. Екінші мәселе. Темір тордың ар жағындағы жылдарында Саят Ыбырай не жоғалтыпты? Ол кісі ештеңе де жоғалтқан жоқ, керісінше байыған үстіне бай болды. Бұл рухани адамдардың бәрінің өміріне қарасаңыз, бәріне түрме майдай жаққан ғой. Махатма Гандиден бастап бәрі түрмеге отырған кезінде мына ырың-жырың сырттағы мына өмір бітпейтін әлеуметтік проблемалардан кесіліп, енді алғаш түскен кезінде біраз енді шоковый не болатын шығар енді состояние. Сол кезеңнен өтіп кеткеннен кейін бұл кісілер ішкі дүниесін ширата береді, әбден күшейіп, ананың ішінен шағылмайтын жаңғақ болып шығады. Сондықтан енді семьясын көре алмады, балдарын сағынды, ұлының үйлену тойында бола алмады деген сияқты психологиялық моменттерді айта беруге болады. Бірақ енді түрмеден шыққаннан кейін оның бәрі көрген бір қорқыныш түс сияқты болып қалады тағына. Как будто бір кеше кетіп бүгінгі айтып келген сияқты болып қалады. Жоғалғаннан тапқаны көп секілді ме? Мен солай деп ойлаймын. Маған енді өйтіп айтқан жоқ енді. Бірақ мен өзім солай ойлаймын. Өйткені күшейтіп жібереді да рухани адам. Егер сен оның ішіне түскен кезде не істеп не қою керек екенін білмейтін рухани тәжірибең жоқ болатын болса, ол 8 жыл далаға жіберуі мүмкін. Ал ол кісілер оны бір ширай береді да оның ішінде, күшейе береді, ойлана береді. Бір жатып алып ойлануға мүмкіндік ол. Отбасы хрестоматиясы, Иә. мұқабасы сары кітап. Сары кітап деп таниды оқырманыңыз, көрерменіңіз жалпы. Сол кітаптың қанша данасымен сіздің рухани ұстазыңыз Исматулла Тақсыр танысты? Хабардар ма? Жалпы хабардар, бәрі біліп отырады. Мысалы, Сияр Шәріп бар, басқасы бар. Енді бірақ енді оқыс енді ол оқып отырмайды ғой, оны кириллица танымайды ол кісі. Том кітаптарды оқып отырмайды ғой. Қатаң режимде отырған адам қалай таныс болды ол кітаптармен? Оны мен білмеймін. Шыққаннан кейін таныстырған шығар деп ойлаймын. Болмаса енді ағайын туысқан артынан барған кісілер балалар сөйлескен кезде осындай кітап шықты, осындай деп айтқан шығар деп ойлаймын. Бірақ жалпы таныс қой, біледі ғой енді. Бірақ оқымайды да енді оны. Оқымайды, немесе оқи алмайды? Оқи алмайды ғой негізі. Бірақ оқысы келсе біреуге дауыстап оқыта салатын шығар деп ойлаймын енді. Қалай ойлайсыз? Дауыстап оқытты ма сіздің, яғни шәкіртінің жазған еңбегімен танысты ма? Танысты деп ойлаймын. Солай деп ойлаймын мен, бірақ білмеймін. Түсінікті. Бірнеше сериясын шығардыңыз. Мақсат ақша табу ма? Жоқ әлде қандай да бір із қалдыру ма? Бұл ақша табудай емес мәселе. Себебі бұл ең бірінші шығатын кезінде, бұны 2013 жылы Абзал Құспан бар ғой, адвокат. Сол Саят Ибраевтің адвокаты болды ғой. Сол іште жүреді, осы рухани әңгімелерді естіп қатты әсерленген негізінде. Сыртқа шыққаннан кейін айтты, қандай сокровище, алтын қазынан қолда ұстағасындар, қарашы енді мына кісілердің бәрі мынандай кетіп бара жатыр. Мынаның бәрі аяқ астына шашылып төгіліп қорылып қалады ғой депті. Сосын айтты, менің келіншегім мектеп жасындағы мына бастауыш класстарға жаңағыдай сабақ беретін мұғалімнің оқуын оқыған маман. Мен қазір мемлекет балабақша ашатындарға субсидия ма бірдеңе береді. Мен сосын бір орталық ашқым келеді, келіншегім осы жұмысты жүргізеді. Сен менің балабақшама арнап кітап жазып бер, ақшасын. Мен енді ол үлкен ақша ғой енді кітап шығару деген. Ол мысалы бір кітаптың шығуы 14, 15, 16 мың долларға айналып кетеді. Ол басынан аяғына дейін расходы. Сонымен ол Абзал Құспан маған балабақшама арнап жазып бересіңдер деп жаздырған. Біз онымен келісімшарт жасасқанбыз. Басы солай басталды. Басы солай басталды 2013 жылы. Сосын біз 3 айда бітіреміз деп бітіре алмай 7 айда бітірді. Ол 7 ай ақшасын төледі, шықты, кітапты шығарды. Шығарып алғаннан кейін ол тұрды айтты, өзіне бір белгілі бір бөлігін алып қалды, балабақшама ашып атсам керек болады деп. Қалған бізге бөліп берді, өздерің сатып ақша арғырып, не істесеңдер осы істеңдер деді. Біз ананы сатуды білмейміз ол кезде. Не істейміз ол кітапты үйіліп жатыр ана жерде. Сосын оны әлеуметтік желі арқылы сосын жарнама жасау басталды. Бірақ Абзал Құспан өрде шарт қояды. Мына кітаптың заңды егесі менмін ғой, мен ғой осыны шығарып отырған дейді. Мына бизнеске айналмайтын болсын. Мына өзінің жаңағыдай Құдай қараған бағасы дейді ғой, содан бір тиын асырмайсыңдар деп қояды ана жерде. Бақылап отырады кәдімгідей. Анау бір пайда күнемдікке, дүние қоңыздыққа айналып кетпесін, аппетиттерің ашылып кетпесін деген сияқты.
сондықтан ол әлі күнге дейін ол мысалы шарт сақтаулы ма? шарт сақталды. енді мүмкін бір жерде алыс, бір жерде біз танымайтын бір жерде бір перекупщик алып оны саудагер үстіне қосып сатып жатса мен білмеймін енді. Бірақ негізгі біздегі тұрған бізден алып сататын адамдарға біз қатаң қадағалап отырамыз. Мына бағаны көтермейсіңдер деп. Өйткені халыққа обал болады деп. Бағасы қанша? 2000 теңгеден сатылды бүкіл кітап. Пайда бар ма? Пайда басында ол пайда болды басында девальвацияға дейін жақсы. Біз салт-дәстүр сөйлейді деген шығарған кезде бір пайда болды. Кейін CR шығарып шыққан кезде банкрот болды. Себебі ол девальвация бір күнде доллар 184-тен 325 па 30-ға ұрған кезде анаған салынған ақшаң бәрі кетіп кетті. Кейін екіншіден CR шығарып деген ол принцип үшін шығарылған кітап. Кітаптың өтпейтінін біліп тұрасың, халық діни кітаптарды оқымайды. Бірақ жалпы бұл осы бүкіл ілімнің фундаментінде пайғамбар тұрғандықтан Мұхаммед алейхиссалату уассаламның сен беделіне құрметіне осыны шығарамыз деп принцип кеттік бұл жерде. Сонымен абзалға ескерттім да, мынаған салған ақшаң ертең қайтпайды күйеді деп. Сосын ол тұрды тағына айтты, иә, енді ақша деген ол Толстой айтқан ғой, бір жерге жинап қойсаң тезек сияқты бықсып жана бастайды, шашып тастасаң ол тыңайтқыш болады деген. Бұл ақша жиналса ұрыс керіс, талас тартыс күшейтеді. Одан да осыған пайғамбарымыз жайлы жазған кітапқа мен салам деді, салып тастады. Сонымен оған салған ақша күйіп кетті да, былайша айтқанда. Әлі күнге дейін демеушілікпен шыға ма, жоқ әлде өз-өзін ақтай бастады ма? Өзін-өзі ақтай бастады. Бірақ ол өзін-өзі ақтай бастағаны ол бәрібір бізге пайда тиген жоқ оның. Себебі ол үстінен алып келеді мысалға болмайтын ақшаны. Ол екінші өзінен кейін шығатын кітапты шығару керек болып тұрады, ана түскен ақша ше. Бірін-бірін түртіп отыру керек қой. Бірін-бірі жетектеп. Одан кейін кітапқа ол мысалы художник жалдайтын болды, оған ақша беретін болды. Насихатшылар пайда болды, региондарда кітабыңыз насихаттап отырайын елге жұртқа деп. Олар ақша, дизайнер келді, екен мен өзім дизайн жасайын деп. Оған төлейтін болды. Офис жалдады оған, офиске төлеу керек. Телефонда бір қыз жауап беріп отыру керек деді. Оған айлық төлеңдер деді. Сөйтіп. Сонымен тұрдық тағына біз соңғы бір жыл мынандай принципке кеттік. Пайда ойлама, ар ойла деген. Гонорар алмайсыңдар, кітап шығады, халыққа тарайды, рахатын халық көреді. Сендер ақша таппайсыңдар. Авторлар соған келісті. Үшеуі де келісті. Жақсы, осыған тұрамыз деді. Төртеуі де келісті. Қазір төртеу болды, бұрын үшеуі еді ғой. Олар кімдер? Атап өтейік. Айбек Нәби, Мұхит Төлеген, біреуі Сәкен Нұрхабек деген. Соның үшеуі де қазір кедей негізінде. Мен ғой сірә кедей болып қалдым. Сондықтан мына халыққа бір шетінен сол жылы тез тарап арзан кетіп жататын себебі сол. Бәрі таңғалады, мен түсінбеймін, мына кітап 5000 теңгеге сатса да өтеді ғой деп айтады. Не үшін 2000 теңгеден сатып жатсыңдар деп айтады. Санжар Керімбай шетелге не үшін кетті? Не үшін кеткен себебім, мен логотерапияны мен жерде өз бетімше оқыдым ғой. Содан кейін мен оны біз бұны бір жерде бірінші қолдан көрдік осы жерде логотерапия дегенді. Кәдімгідей ол қатты эффект берді. Шынымен де ана жастардың арасында өзіме қол жұмсау деген сияқты келеңсіз оқиғалар сап тиылды бір ауданға барып жасағанда. Бірақ олар бүйтіп айтады да, бәрі тамаша дейді, әңгімең де жақсы, мынау қиссаларың да жақсы, кітабың да жақсы. Бірақ логотерапияны оқыды деген қағаз жоқ қой дейді. Оның керегі де жоқ негізінде. Сен онсыз да ол сол салада кетіп бара жатсың. Бірақ сен бәрібір барып оқып келуің керексің деген заман талабы деген бар. Оның Алматыда оқуы жоқ. Экзистенциялық философия, экзистенциялық психология деген жоқ. Себебі СССР-дің кезінде тыйым салынған оны оқуға. Мына біздің философия институты деген бар, Соловьева деген кісі. Осыдан 4-5 жыл бұрын мақала жазды осы жайында. Ойпырмай Кierкегорлар бізге енді міне келіп жатыр. СССР-дің кезінде осы экзистенциализмді зерттейтін, болмысты зерттейтіндерді біз тығылып және қолдан қолға көшіріп пиратский жолмен оқитын едік. Міне енді ақыр келді ау деп соны жазып жатыр. Сонда мына философия институтын кеше көзін тырнап ашып жатыр. Оның оқуын қайдан табамын мен сосын? Сөйтіп жүрген кезде Кайсеридегі біздің балдардың біреуі сол жерде оқиды, Мұхит Төлеген деген. Соны оның профессоры бар еді. Сол тұрды айтты, біздің ағамыз осылай да осылай осыны оқуын іздеп жүр деп. Бізде енді экзистенциальный философия деген бар ғой, сондай кафедрада мына жерде дін философиясы деген. Соның ішінде осы логотерапия кіреді ғой бұған. Мынау деген тамаша нәрсе деді. Себебі бұл әлем бойынша жалпы логотерапияны оқимын деп іздеп жүретін адам бір мемлекеттен екеу-үшеу я шығады, я шықпайды өзі. Өйткені бұл бір ыңғайсыз нәрсе ғой, былайша айтқанда дәруіштік нәрсе ғой, енді ақша таппайсың. Бұл мамандық таңдаған кезде бірден бай болмайтынын біліп тұрасың ғой. Ақшаға ешнәрсе істей алмайсың. Сонымен ол тұрды айтты, мен егер сен түрікше бір жыл оқып келетін болсам, мен саған бір контингент ашайын, саған бір орын деді. Мақұл дедім дағы, ол сосын мен бір жыл оқыдым, тіл курсына барып, сосын ол ашты дағы, қабылдады.
Сосын мен сол жерде бардым экзистенциялық философия мен сосын софылардың діни тәжірибесі деген екі, сосын суфизм психологиясы деген бар. Соның бәрі сол жерде азаннан кешке дейін құлағыңа құяды, мынау былай болады, мынау былай болады, мынау былай болады деп. Сол оқисың сосын сол жерде соны. Былайша айтқанда енді профессионал деңгейде үйретеді енді олар. Жақсы, Қазақстанға қаншалықты жиі келіп тұрасыз? Қазір енді оқу кезеңінде жүрмін ғой, сондықтан бір жылда бір рет келе аламын. Бір жылда бір мәрте. Иә. Келген кезде, қазақ қоғамын көрген кезде нені көріп сүйсінесіз, нені көріп күйінесіз? Бұл жерде сүйсінетін деген білмеймін, мен сүйсінетін нәрсе қалды ма енді былай қарағанда енді өте мықты оптимист болу керексің енді сүйсіну үшін. Енді яғни Қазақстанда сүйсінетін еш нәрсе жоқ па? Жастардың енді мысалға қазір қозғалып, саясатқа араласып, демократия орнатамыз деп бір қозғалыстар құрып жатқанын көріп, ойпырмай жастар ояныпты ғой. Біздің де еліміз осыған келе жатыр екен ғой, өсте берсе үкімет бір өзгереді екен ғой деп ойлауға болады. Ал енді күйінетін жағын жаңағы мына оқу ағарту саласының төмендеп, уже қоғамның күннен күнге наданданып бара жатқанын көрген кезде жүрегім кәдімгідей түршігіп кетеді. Өйткені болашағы қалай болады деп мазаң қашып кетеді. Енді бұл жүріп жатқан процесс қой кәдімгі. Оқу ағарту жүйесінің кемшіліктерін көріп күйінесіз. Тағы? Енді оны білмеймін, енді оны үйтіп айту керек болатын болса, больницаға ауырып барасың да, больницаны көресің, түңіле бересің мысалы. Мынау кеше мысалға осында бір жақын жолдасым қатты ауырып жатыр екен, соған барып көңілін сұрап. Сәке сенесің ба дейді. Қарашы, мен 10 ай болды, азап шегіп жатқаным дейді. Әртүрлі ауру 3-4 жерден жабысқан. Есі дұрыс, бір профессионал кәдімгі диагноз қоятын бір адам қалмаған ғой врач дейді. Анау анаған сілтейді, анау анаған сілтейді, қоя алмайды дейді, жүре бересің дейді. Соны көресің де енді денсаулық саласынан түңіле бересің деген сияқты. Енді экономиканы былай қарайсың, девальвацияны қарайсың да мазаң қашып кетеді ана жерден. Сондай енді оның ішінде ең қатты кетіп бара жатқаны, енді мен мысалы айналысып жатқан салаң бойынша көресің ғой енді көбіне. Біздің айналысып жатқан салалар адамдардың өмірден жалығуы, жастардың, оның ішінде мектеп оқушыларының өзіне қол салу деген мәселе ғой. Соны қарап отырсаң, ол бізде өсіп бара жатады мысалға. Енді мен енді ойбай бүкіл Қазақстан қоғамының күресеміз деп күресетін шама жоқ, ондай күшіміз жоқ. Сол әшейін өзіміз таңдап алған бір жіңішке саланың сол бір жерінде бір іске жарап, сол жерден бір тіршілігін сүріп тұрсаң, соған рахмет айтасың. Сондықтан мен ондай бір гигант емеспін да, бір қоғамды бір түгел сапырып, бүкіл жарасын ашып бере алатын. Қазақстанға қашан келесіз? Толыққанды. Әлде келмейсіз бе? Жоқ, мен енді оқуым ол 4 жыл ма, 5 жыл ма созылатын нәрсе ол. Оңай шаруа емес. Түсінікті. Иә, бұл өйткені сол ана тілі түріктердің өзі оны 3 жыл ма 4 жыл оқиды. Ал мен тілімді оқып үйреніп бітіп оның ішіне бейімделем дегенше 5 жыл. Оның үстіне менің айналысып отқан шаруамның бәрі негізі Қазақстан қоғамына негізделген. Себебі ол басқа жерде бұндай өршіп тұрған жоқ қой бұл мәселе. Мұнда Қазақстанның халқы ғой қатты азап шегіп отқан кәдімгідей не істерлерін білмей тыпыршып жан жақтан қысып. Былайша айтқанда қазақтардың үмітпен рахаттанып шабыттанып өмір сүруіне мүмкіндігі аз ғой. Қай саладан болмасын қыса береді. Сондықтан әйтеуір бір үміт сыйлап тұру керексің да. Оқуды аяқтап келесіз? Келем деп ойлаймын. Әлде сол жақта қаласыз ба? Мен білмеймін, дәл қазір маған сен осында қал, сен осында сен жұмыс істе деп жатқан адам жоқ біріншіден. Екіншіден менің жұмысымның бәрі мына жақта жүріп жатыр ғой. Кітаптардың бәрі, мына жұмысымның бәрі осы жерде жүріп жатыр, осы жерде отырмын мен. Түсінікті. Жоғарыда мен Америкаға, Европаға көшейін деп отқан жоспарым жоқ мысалға. Ондай бір негізгі шайқас осы жерде, майдан алаңы осы жерде тұр қазір. Өйткені мектептегі оқушылардың өзіне қол салу деген проблема Қазақстан Орта Азияда бірінші орында. Сондықтан соққыны осы жерге беруіміз керек. Осы проблемамен айналысамыз да енді өлгенше. Түсінікті. Балаларыңыз кім болады? Кім болатындарын олар өздері таңдайды деп ойлаймын. Мен мысалға үлкен балам ол кинорежиссер болам дедім, бола алмадым мысалға, оған түсе алмады оқуға. Оның парсы тілінен мүмкіндік туды, парсы тілін оқып кетті. Енді бүйтіп шайқатылып күніге 1000 түрлі арман құрай беретін адамдар ғой енді. Ол 1000 түрлі арман туындап жатыр. Бірақ түбі рухани жаққа келеді ау деп ойлаймын. Себебі менің айналысып отқан, жүгіріп жүрген жұмыстарыма қарап осыған қызығады. Қалғандары кішкентай, енді олар көреміз, өскеннен кейін не айтатын. Кім болған қалайсыз жалпы? Енді ол менің қалауыма келіп салып қоятын болса, әлбетте мен олардың бәрін келдім, мынандай рухани мәселе, ең қызық мәселе. Осы рухани нәрсемен айналысыңдар деп, мен олар соған қарай үгіттеп, насихаттап, соған бұруға тырысамын.
бірақ егер ол бәрі түбінде оның ішінде бір басқа бір талант, басқа бір өнерге деген бейімділік болатын болса, бәрін жабып шығып кетеді, ол маған қарамайды. Бірақ мына жағына бәрібір сен күш сала бересің. Мүмкін болса мынаған қызығуға тырыс деп қызықтырып тұрамын енді. Мына рухани ілім, рухани жол деген нәрсеге. Енді оған қызыға ма, қызықпай ма, өскеннен кейін көреміз. Үлкені қызығып келе жатыр. Бүгінгі сұхбатымызды 4 сұрақпен тәмамдасақ. Жақсы. Қысқа нұсқа жауап беруіңізді өтінемін. Бірінші, қазақстандық имамдардың біліктілігіне және біліміне көңіліңіз тола ма? Көңілім толмайды. Толмайтын себебі ол бірден мынадан белгілі. Бұрын орта ғасырда дін оқитын орталық, ол жалғыз білім беретін орталық қой. Сондықтан оған 100-ден жүйрік мыңнан тұлпарларды сұрыптап алатын болған қожалар. Сондықтан ол кездегі дін ұстайтын адамдардың бәрі шетінен, сен тұр, мен атайын, сайдың тасында іріктеліп шығады. Шетінен жаңағыдай бір көкірек көзі ашылған бір ауыздарынан маржан төгіліп тұрады. Енді 21 ғасырда адамдар олай оқытпайды. Үйінде, семьясында ең ақылды, зерек баласын алады тағына Англияға, Гарвардқа, Санкт-Петербургқа, IT, уран, энергетика саласына оқытады тағына. Ішінде ең әлсіз балдарын алады тағына. Сен дінге кете салсайшы. Түп болмаса молда боласың дейді тағын, ана сапаны өздері түсіріп жібереді. Сондықтан көңіліңіз толмайды. Толмайды, мен енді не істеймін? Жақсы. Екінші, адамдарды не үшін жақсы көресіз? Адамдар жақсы көретін себебім, ойлаймын, бұл кісі маған болса діни тәрбиенің өткендігінен ау деп ойлаймын. Себебі қайта-қайта бізді үйретіп отырады ана жерде ше. Толстойды да көп оқыдық, соның ішінде жалпы адамның ішіндегі мына рухани болмыс деген нәрсені сыйлап тұрыңдар, оны таптап кетпеңдер деп айтып отырады ана жерде. Адамдарды не үшін жек көресіз? Жек көру мәселесінде ол мына логотерапияда бар. Интенциональность дейді. Адам жек көрген кезінде адамның өзін жек көрмейді. Олардың онда туындаған іс-әрекеттерін жек көріп отырады, ана әрекеттерін сынайды. Соның ішінде мен енді өте тәжірибе жинадым енді өмірден әртүрлі нәрселерді. Соның ішінде ең жек көретін нәрсем, мен бір нәрсеге келіп тоқтадым ең соңында. Өсіп, өніп, дамып, өркендеп кетіп бара жатқан адамды іштарлықпен желкесін қиямыз деп арнайы бір қызғаншақтықпен істейтіндер болады. Мына өсіп бара жатыр деп. Мен осыдан, мен жалғыз өзім емес, жалпы қоғамда көп неше түрлі талантты балдардың күйреп, құлап, өзіме де қатысты сондайлар шабуылдар болып отқан кезде мен содан осы нәрсеге жаман қатты тоқтадым. Үймелеп алып, жоспарлы түрде біреуді жығу деген, тірсегін қию деген. Сол үшін жек көресіз адамдарды? Осы әрекетін жек көремін дейді. Түсінікті. Соңғы сұрақ. Сіз бен біз аға сұхбаттастық. Сұхбат барысында шыныңызды айтыңызшы, қанша пайыз өтірік айттыңыз? Мен өтірік айтқан жоқпын, бірақ 25% ақпарат айтпаймын. Айтқан жоқпын да. Принцип? Принцип өте оңай. Өте құпия сақталуға тиісті мәліметтерді жұртқа айтуға болмайды. Миллион жерден сұрай бересің. Ол журналистке сұраса сен оны айта бермейсің, бұл ақирет емес қой. Келіп, сенен періштелер келіп қазір сенен сұрақ алады, сен бәріне жауап бересің. Бұл дүние. Дүнияда айтасың, не айтпайсың. Бұл жерде еркіндік бар. Сондықтан бұл мәселе өте нәзік мәселе. Жақсы аға, жалпы келгеніңізге, сұхбат бергеніңізге, осы сіз бен біздің арамыздағы сұхбаттың көрерменге жеткендігіне, жететіндігіне алғысым шексіз. Өйткені әлеуметтік желі арқылы әдетте мен көрерменмен тікелей байланыс орнатып отырамын. Кімді көргіңіз келеді, кімнің жүрегінде жасырған жауаптарды тыңдағыңыз келеді деген кезде сол қатарда сіздің де есіміңіз жиі айтылып және аталып жатады. Мен көрерменге сол өздерінің жақсы көретін адамының әңгімесін ұсындым деген ойдамын. Сапарыңыз сәтті болсын аға. Жақсы, рахмет. Жақсы, қымбатты көрермендер, осымен сұхбат аяқталды. Көріңіздер, пікір жазыңыздар және лайк, дизлайк, ол сіздердің еріктеріңізде.